Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді бармақ деп аталатын печеньенің рецептісімен бөлісемін. Алдымен електен өткізілген ұнымызға тұз және жұмсақ бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, қолымызбен видеодағыдай түйіршіктейміз. Түйіршіктеп болған соң, жеке ыдысымызға, қаймағымызға ас содасын немесе қопсытқышымызды қосып, араластырып аламыз. Түйіршіктелген ұн мен майымызға қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болдық. Енді пакетімізге салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындап аламыз. Ол үшін грек жаңғағын пышақтың көмегімен ұсақтаймыз. Немесе блендермен үгітсеңіздер болады. Грек жаңғағын ұсақтап болдық. Енді үстіне қантымызды қосып, араластырамыз. Араластырып болған соң, үстіне ерітілген сары майымызды қойып, тағы да араластырамыз. Салмасы дайын болды. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды шығарып, видеодағыдай жұқа қылып жаямыз. Қамырымызды жайып болдық. Қамырымыз төрт бұрышты болу үшін шет-шеттерін кесіп алып тастаймыз. Енді қамырымызды видеодағыдай төрт бұрышты етіп 8-10 см болатындай бөліктерге бөліп шығамыз. Видеодағыдай қамырымыздың үстіне салмамызды салып шығамыз. Енді жоғары жағын сәл жеткізбей, салмамызды қолымызбен жайып шығамыз. Енді әр төрт бұрыш қамырымызды рулет қылып орап, шектерін біріктіреміз. Әр печеньемізді алдын ала дайындап қойған пергамент қағаз төселген формамызға бірден қоя береміз. Осылай барлығын орап шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште шамамен 25 минуттай пісіріп аламыз. Осымен өте дәмді, үгітілмелі қамырдан жасалған бармақ деп аталатын печеньеміз дайын. Қалауыңызша мен бетіне қант ұнтағын септім, сеппесеңіздер де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.